Армысыз ағайын, сіздермен бірге Хассами KZ каналы. 2013 жылы Қытайдың президенті Сидің бастауымен ақырған аждаханың әлемді жаулау жоспары ресми күшіне енді. Бір өңір бір жол немесе жаңа жібек жол аталған бұл жоба теңіз жолдары арқылы, құрлық арқылы Қытай мен Еуропаны байланыстыратын дәліз салмақ болды. Сәйкесінше сол жол басып өтетін мемлекеттерге молынан несие бере бастады. Міне 5 жыл өтті, нәтижесін барлығымыз көріп отырмыз. Басында ортақ дамимыз деген алдамшы Қытай көп қарызбен көп мемлекеттер өзіне тәуелді етіп қойды. Пәкістан, Венгрия, Танзания бір өңір бір жол арқылы салынатын көп жобадан бас тартты. Жол жөнекей 66 мемлекеттен 270 проекті тоқтатылатыны мәлім болды. Малайзия түпкілікті бір өңір бір жол жобасынан, жаңа жібек жолынан ұлттық экономиканы тәуелсіздікті сақтап қалу мақсатында шегінетінін жариялады. Қытайлар жол саламыз, коммуникацияларыңды жақсартамыз деген мақсатпен көп қарыздар беріп, сәйкесінше сол жобалардың барлығын Қытайдың компаниялары жасап келді. Қытайдың жұмысшылары, Қытайдың құрылыс материалдары, тіпті қарапайым құрылысшылардың өзін Қытайдан алдырып отырды. Қарап тұрсаң, Қытай қарыз берді, жол салып берді. Шынтуайтына келген кезде, сол ақшаны Қытайлар өздері қайтып алып кетіп, сәйкесінше қарыз берген мемлекеттердің ресурстарын толықтай өз құрамына өткізді. Нағыз екі алып биге шығу деп осын айтатын шығар. Алдағы уақытта біз сіздерге Қытайдың осы жобасы арқылы не банкрот болған, не болмаса банкроттың азақ алдында тұрған мемлекеттер жайлы айтамыз. Алып қосарларыңыз болса комментария қалдырыңыздар, және де каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік ендеше. 5-ші орын, көрші қырғыздар. Қырғызстанның Қытайдан алған қарызы өзінің ішкі жалпы өнімінен асып кеткен. Бұл дегеніміз Қытайдың қарызын қырғыздар қайтара алатын деңгейде еместігін білдіреді. Соңғы жылдары түсті металдың бағасының түсуімен қырғыз экономикасы да бірге құлдырады. Қырғыз депутаты Запаровтың айтуы бойынша, сыртқы қарыз жағынан Қытай бірінші орынға шыққан. Қытайдың қарызының үлесі жалпы қарызының 44%-на жеткен. Ең қорқыныштысы, бұны қайтаруға қырғыздың қауқары жетпейді. Тіпті Қырғызстан тәуелсіздігінен айырылуы мүмкін деп қорытындылаған Запаров өзінің алаңдаушылығын ашық білдірген. Бұл алаңдаушылықта тектен-тек келмейді. Мысалға айта кетейік, Бішкектің жылу жүйесіне күрделі жөндеу жүргіземіз деген Қытай Қырғызстанға $380 миллион қарыз беріп, нәтижесінде оны мердігер болып Қытайдың компаниясы кіріседі. Жөндеп шығады, алайда бір қыс өтпей жатып, саған құрылысынан ақау шығып, Бішкектің жылу жүйесі толықтай тоқтап қалады. Қытайлар қырғыздарға қарыз беріп, сонымен қоймай, аты затына сай китайский құрылыс істеп берген. Қырғыздар алданғанын әлі түсінбеген сияқты. Жақында ғана қырғыз президенті Қытай біздің сенімді серігіміз, одақтасымыз, біздің арамызға ешкім от сала алмайды деп тілшілерге кесетіп айтты. Құдай өзі сақтасын, осылай кете беретін болса, қырғыз тек өзінің жерін беріп қана Қытайдың қарызын қайтаруы мүмкін. Шыны керек, Кенесарының басын алса да, айырқалпақта ағайынды Қытайдың боданына айлануға қиялмас едім. 4-ші орын, Монғолия. Аз ғана халық санымен алып жерді иемденіп отырған монғолдар Қытайдан тәуелсіздігін әрең алған еді. Алайда Қытайға қайтадан қосылуы да мүмкін. Неге дейсіз ғой? Қытайдың қарызы монғолдарды да бас көтере алмайтын дәрежеге жеткізді. Бұл мемлекетте сол түсті металлургиясына сеніп отырған нарықтың құлдырауы Монғолия экономикасына ауыр соққы болып тиді. Сонымен қатар Монғолияның жағарапиялық орны да ыңғайсыз. Сыртпен сауда жасау үшін Қытайдың портын жалға алып, сол арқылы теңізге шығады. Солтүстігі Ағаю, оңтүстігі Айдахар. 1,5 жыл бұрын Монғолия өзінің қарызын өтей алмай, жалпы ұлттық жылу жинады. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымынан көмек сұрады. Нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымы 5 миллиард 500 миллион қарыз беретін болды. Әрине, бұл қарыздың көп бөлігін Қытай беретін болды. Тек ақшалай емес, шекара аймақтағы жасалған саудалардан, қарапайым тұтыну заттарынан бастап үлкен затқа дейін
Қытайдан сатып алса, моңғол азаматтарына жеңілдікпен беретін болып саналды. Сөйтіп бұл да қарыз есебінде моңғол басына жазылды. Айта кетерлік жағдай, моңғолдарда агроөнеркәсіп, оның ішінде мал шаруашылығынан басқа түсіретін кәсіп жоқ. Моңғолдардың наным сенімі бойынша жерді қопаруға болмайды екен. Соған қарай көп пайдалы металдар, тағы басқа ресурстар моңғол даласында әлі ашылған жоқ. Сәйкесінше тұрмыстық бұйымдардың барлығын тіс шөткіден бастап шұлыққа дейін Қытайдан кіргізеді. Соңғы жылдардағы дағдарыс моңғолды Қытайға одан әрі тәуелді тәрізді. Ендігісі Шри-Ланка. Шри-Ланка Үндістанның оңтүстігіндегі арал мемлекет. Алайда жақында ғана Қытайға екінші портын 99 жылға жалға берді. Дұрыс естідіңіз, екінші портын. Бірінші порт астанасында, екінші порт Шри-Ланканың оңтүстік бөлігінде Ханбан порты. Әсіресе осы Ханбан портының стратегиялық маңызы өте жоғары. Үнді теңізінің ең оңтүстік бұрышында орналасқан аталмыш порт, артан ашып қарасаңыз, Үнді мұхитына толықтай ықпал ете алатындай маңызды орында орналасқан. Айта кетерлік жайт, порттың өзі ғана емес, порттың айналасындағы 1000 гектар жердің барлығы Қытайға 99 жылға өтіп кеткен. Енді елестетіңіз, Қытайлар сол жерде 99 жыл тұрады, жергілікті қыздан алады, одан туған бала. Бұл менің өз жерім десе, Шри-Ланка толықтай Қытайға өтіп кетуі де мүмкін емес пе? Осыған орай Шри-Ланканың зиялы қауымы, қарапайым халқы Шри-Ланка үкіметіне дабыл қағуда, демонстрацияларды көбінен ұйымдастыруда. Алайда бұл Шри-Ланканың Қытайға қарызға әбден батқан жүйесін өзгертуі өте қиын. Себебі бұл да алдыңғы екеуіне ұқсас. Жоғары қарқынды тас жолдарын, темір жолдарын, әуежайларын, тағы да басқа ресурстарының барлығын Қытай ақша шығарып, ақшасымен қоса адамын шығарып, қарызға буып, байлап, осындай деңгейге жеткізді. Екінші орында Джибути. Африканың бұл мемлекеті де алдыңғыларға ұқсас. Қытайдың қайтара алмайтын қарызын алып, нәтижесінде Қытайдың әскери базасын өз еліне құруға рұқсат берді. Енді Джибутиді картадан ашып қараңыз. Қарама-қарсы Йемен, оңтүстігі Сомали. Егер бұл жерде Қытай әскери күштерін тұрақты орналастыратын болса, Суэц каналына, тіпті Жерорта теңізіне дейін әсер етуі мүмкін. Бұл Қытайдың шет мемлекеттегі тұңғыш базасы. Алайда бұл соңғы базасы болмайтыны анық. Бірінші орын барлығымызға белгілі. Әрине Тәжікстан. Бауырлас мемлекет, әлсіз экономикасын Қытай қарыздар арқылы көтеруге тырысқан еді. Алайда Қытайдың айласына түсіп қалғандай. Қарыздарын қайтара алмаған себепті Тәжік-Қытай арасындағы даулы жердің барлығын Қытайдың қол астына берді. Қытайлар қазір ол жерде әскерін кіргізіп, өзінің тұрақты жер екенін айқындады. Онымен ғана доғарар емес, тәжіктер Қытайға 2000 гектардан асатын жерін 10 жылға жалға берді. Тәуелсіздіктен басқа тәжіктердің енді беретін ештеңесі қалмаған тәрізді. Құдай бетін аулақ қылсын, үндемей жаулау деген осы шығар сірә. Бұл мемлекеттерге қарағанда біздің жағдайымыз Құдайға шүкір, анау айтқандай ырықсыз орынды емес. Экономикамыз да бір салалы емес. Мұнай да бар, түсті металл да бар. Тағы басқа пайдалы қазбалардың барлығына бай қазақ мемлекеті. Аталмыш мемлекеттің жолымен жүрмес сірә. Жаратқаным әрең келген тәуелсіздіктен айырмасын. Бір қазақтың отбасында тыныштық болғай. Сіздермен бірге Хассами. Келесі кездескенше сау болыңыздар.